Менің ұлым журналист, тәуелсіз журналист ретінде шындықты шырылдатып айтам деп, халықтың мұңын мұқтап, жоғын жоқтайым деп міне қамап тастады. Әділетсіз өткен сайлаудың кесірі болды бұл. Бұда болса Тоқаев мырзаның құрып жатқан жаңа Қазақстанның бір көрінісі болды. Енді мен сол көп сөйлемей-ақ қой, мен ұлыма бостандық беруін талап етем. Ол міне Тоқаев Ресейдің күйеу баласы. Күйеу бала ешқашанда қайын жұртына қарсы шыққан емес. Қазіргі билік не істеді? Сайлауды әділетсіз өткізді. Нүкте. Басқа ештеңе жоқ ол жерде. Біздің елдігімізді, біздің тәуелсіздігімізді үлкен қауіпке апарып жатыр. Қазір көптеген объектілерді, стратегиялық объектілерді Ресейге беріп жатқанын көріп жатырмыз күнде. Біз оны қазақ халқы болып тоқтатуымыз керек. Мынау біз үшін соңғы ғасыр. Қазақ бола ма, болмай ма? Біздің қолымызда. Ертең балдарымызға не қалдырамыз? Ата-бабаларым бізге жерді қалдырды. Әлем бойынша 9-шы қатарда тұрған. Біз не қалдырамыз ұрпақтарымызға? Бұл масқара ғой, өз жерімізде қаланы, ауылды, өз қазақшамызды, көне атауын қоямайған. Бұл не деген сорлы халықсыңдар, қазақтар? Сендер сорлысыңдар ма? Бір-бірлеріңбен еткенде батырдың тұқымында төстерің тұрасыңдар. Сондықтан барлығыңды бірлікке шақырам. Елемнетен болсыңдар, қолдайтын болсыңдар. Мен айтып, мен дайынмын ауыспалы үкіметті басқаруға, 6 айға қызықпаймын билікке. Құрметті достар, менің YouTube арнама жазылыңыздар. Пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса астында жазып отырыңыздар. Және де менің жұмысымды, еңбегімді, саяси ұстанымымды қолдайтын болсаңыздар, онда мына жерде көрсетілген счетқа донаттарыңызды жіберіп отырыңыздар. Бүгінгі жиынның қарары бірінші. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің және мәслихаттарының 2023 жылға 19 наурызда өткен сайлауының нәтижелері заңсыз деп танылсын. Қазіргі Қошановтың басқарып отырған парламенті легитимді емес деп саналсын. Келісеміз бе? Онда жеке-жеке дауысқа салайық бар, нәрсен жоқ соңына бір салайық па? Жақсы. Қол соғыларыңыздың өзі де келіскендіктің белгісі, бірақ соңында дауысқа саламыз. Екінші, қазіргі заңдық жолмен сайланбаған бұрмалаумен аманаттың және сол аманат сияқты партиялардың өкілдерінен құралған парламенттің бекіткен үкіметі, яғни Смайыловтың үкіметі ешқандай сын көрмейтін әлжуаз үкімет. Сондықтан оларға сенімсіздік білдірілсін деген талап қоямыз. Қолдаймыз ба? Үшінші, мына тәуелсіздік алаңы, бұдан кейін қан төгістің, қақтығыстың алаңы емес, бейбіт келісімге, мәмілеге келудің алаңы болсын. Ол үшін осы алаң бейбіт жиындар, митингілер алаңы болсын. Алматы қалалық мәслихаты өздерінің бұрынғы шешімдеріне ма, қаулыларына ма түзетулер енгізсін. Бұл алаңға халық, Алматы тұрғындары қай кезде келіп, жиналып, өзінің көзқарасын білдіремін десе, ешқандай кедергі жасалмасын. Ол үшін Алматы қаласының әкімінің алдында тәуелді болып, тіпті ескертуде берілмесін. Ақпарат құралдары айтып, жиналатын кезінде жинала берсін. Шынайы демократия сонда болады. Шынайы халықтық өкімет сол кезде болады. Еркіндік болған кезде азаматтардың конституциялық құқығы қорғалған жерде ғана құқықтық, шынайы демократиялық мемлекет болады. Төртінші мәселе. Қазақстан Республикасына қазір жасыратыны жоқ, қауіп-қатер төніп тұр. Ол іштен де сырттан да бар. Ол қауіп-қатер сепаратистер арқылы жүзеге асырылады.
Сондықтан Қазақстан президенті Тоқаев еліміздегі сепаратизмнің қандай да бір түрлері болмасын, соған қатаң тыйым салсын. Ол үшін сепаратистерді қамасын, заңмен жазаласын. Ал сепаратистерге қарсы патриоттық үн қосып жүрген, билеп төстеушілердің заңсыздық әрекеттеріне қарсылық көрсетіп жүрген, елде өзгеріс болу үшін күресіп жүрген саяси тұтқындардың ешқайсысы түрмеде отырмасын, олардың бәріне бостандық берілсін. Бұл жерде мен әрқайсысының аты жөнін айтып түгендеп жатпаймын, өйткені оның бәрі осы жерде жиында аталды. Тағы да бір мәселе. Бұл мына халық парламенті. Бүгінгі митингін ұйымдастырушы халық парламент деп есептеңіздер. Ол Ырысбек Сәрсенбай, немесе Мұхтар Тайжан екеуі ғана деп ойламаңыздар. Халық парламентіне кімдер кіреді? Халық парламентіне өткен сайлауға, мәжіліске, мәслихатқа қатысқан, халықтың сеніміне ие болған, біршама дауыс алған, бірақ биліктің құйтырқы бұрмалаушылығының салдарынан тиісті орындарға мандат алынбаған азаматтар, осында көп жылдардан бері қарай күресте жүрген тәуелсіз азаматтар, еркін ойлы азаматтар, қоғамдық белсенділер кіретін халық парламентінің ары қарай жұмыс істеуін, олардың бастамаларын қолдайық. Біз сіздерді соған шақырамыз. Енді көпшілікке арнап айтатынымыз, қорқатын ештеңе жоқ. Бойларыңыздағы үрейді кетіріңіздер. Міне бүгін қаншама адам жиналып тұрмыз осы жерде. Бұдан бұрынғы жиынға да халық парламентінің жиналғанбыз. Осында бүгінгі қарағанда екі есе аздау болатынбыз. Бүгін екі есе көппіз. Ертеңгі жиындарға бұдан 10 есе, 20 есе көп болатынымызға біз сенімдіміз. Біз биліктен қорықпаймыз. Қорыққан билік халықтан қорқа берсін. Енді оның аржанда тағы бір сөз бар, оны айтпай қояқ, бала кезде айтатын. Аулақ кетсін, халықтың мазасын алмасын, конституция жасасын, әділеттілік жасасын, заңдылық жасасын. Осы айтылған мәселелерді тұтастай дауысқа саламын. Қолдайтындарыңыз қол көтеріңіздер. Бәріміз бір ауыздан. Құрметті достар, менің YouTube арнама жазылыңыздар, пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса астында жазып отырыңыздар, және де менің жұмысымды, еңбегімді, саяси ұстанымымды қолдайтын болсаңыздар, онда мына жерде көрсетілген шотқа донаттарыңызды жіберіп отырыңыздар.